Ассалаумалейкум достар, Мадавта каналына қош келдіңіздер. Және сіздермен бірге мен Мадияр Пернева. Құрметті көрермендер, бұл арнада көптен бері видео шықпай кетті. Оның өзінің себептері бар. Енді өздеріңіз білесіздер, Мерседес дедік, спорт дедік, анау дедік, мынау дедік, кішкене жүріп қалған жайымыз бар. Сол себептен достар, енді айып етпеңіздер. Бірақ десек те араға 4 ай салып, біз енді қайтадан осы каналды қолға алып жатырмыз. Құдай қаласа алдымызда қолымызда қандай проектте көліктер бар, соның барлығын жасағалы жатырмыз. Ең жалпы достар, бүгінгі біздің видеомыз, видео тақырыбынан көріп тұрғандарыңыздай Мерседес жайлы болмақ. Қазір не істейміз, қалай болады, видео барысында түсіндіріп кетемін. Алдымен көп сөйлемей видеомызды бастап алайық. Құрметті көрермендер, өздеріңіз білетіндей, біз осыдан 3 ай алдын мына Мерседес автокөлігін алған болатынбыз. Бірақ сразу айтайын, мен бұл көлікті проект үшін деп алған жоқпын. Өздеріңіз білесіздер, досыммен спорласқа байтыр S-класс болса S-классты, бір S-класс мініп алған жайымыз бар. Түрін қараңдаршы, сүйкіміз найып. Десек те, бізде енді өзіміздің проекті көліктеріміз бар. Білесіздер, Веста көлігін проект үшін алғанмын, Нива көлігін проект үшін алдым. Екеуінде енді кішкене сәт тұрып қалды. Енді қазір қолға алып жасағалы жатырмын. Көп оқырмандар сұрап жатыр. Брат, Мерседес туралы видео түсірші, Мерседес туралы видео түсірші, үйтші, бүйтші деп ше. Бірақ достар, кімдегі мен Инстаграмма және де мен Телеграм каналыма тіркеліп қойған адамдар болса біледі. Жалпы бұл көлікте не өзгеріс болып жатыр, қалай болып жатыр, не болып жатыр, оны алдын ала біліп көріп отыр. Егер сіз де алдын ала көріп біліп отырғыңыз келсе, онда менің Инстаграм және Телеграм каналдарыма тіркеліп қоюыңызды сұраймыз. Достар, мен сіздерге түсірген керемет туындымды монтаждап отырып, арасында бір демалып алатыным бар. Сол уақытты пайдалана отырып мен видео монтаждаумен қатар Амаркетс онлайн брокинг компаниясының көмегімен трейдингте сауда жасаймын. Егер де сізде трейдинг саласын түсініп, табыс тапқыңыз келсе, онда мен сізге Амаркетсті ұсынамын. Амаркетс брокері 17 жылдық сауда тәжірибесі бар халықаралық компания. Амаркетс ең қолайлы сайт десем де қателеспеймін. Өйткені бұл жақта клиентке барлық жағдай жасалған. Әсіресе 24/7 жұмыс жасайтын техподдержка сізге әп-сәтте жауап беруге дайын. Сондай-ақ өте түсінікті жасалған iOS немесе Androidқа жүктеуге болатын Амаркетс трейдинг қосымшасымен де сауда жасасаңыз болады. Неге именно Амаркетс? Өйткені достар, 17 жыл сауда жасап келе жатқан бұл платформа 5 жұлдызды шкалалы рейтингтен 4-7 жұлдыздан төмен түспеген. Сондай-ақ мұнда неше түрлі валютный пара, металл, криптовалюта, облигация, товар, индекс, акция сияқты сауда құралдары бар. Және де жаңадан қосылғандар үшін өзіңізге демо-шот ашып сауда жасасаңыз болады. Ал егер басқа платформадан Амаркетске ақша аударсаңыз 20% бонус бар. Ал достар, меніңки шотты ашу өте оңай. Ең бастысы өз шоттарыңызға мына жерде көрініп тұрғандай банк картасы болсын, виза болсын, мастеркард болсын, тіпті криптовалюта арқылы да толтырсаңыздар болады. Сондай-ақ достар, Амаркетс конкурс ұйымдастырып сіздерге Apple гаджеттерін сыйлағысы келіп отыр. Ал басты призге Porsche Cayenne автокөлігі. Ал конкурстың шарттары өте оңай. Ол үшін достар, сіздер Амаркетстен өздеріңіздің жеке шоттарыңызды ашып, кем дегенде $500 толтыру қажет. Одан кейін сіз кем дегенде бір лот сауда айналымын жасауыңыз қажет. Сол кезде сізге купон беріледі. Купоныңыз қаншалықты көп болған сайын мүмкіншілігіңіз соншалықты жоғары болады. Ол достар, сіздерге барлығы түсінікті деген ойдамыз. Егер де сіздер менің Мадавта промокодын теретін болсаңыздар, сіздер ақшаларыңызды 2 еселеп алатын боласыздар. Олай болса баршаға сәттілік тілейміз. Ал біз видеомызды бастаймыз, кеттік. Жалпы достар, бүгін не айтамыз? Бүгін бізде Мерседес жайлы видео. Яғни айтқан достар, бұл Мерседеске мен проект үшін алмасам да, енді любой адам көлік алған кезде для себя бір жерлерін өзгертеді. Біреулер там бір чехол саватады, біреулер полигін өзгертіп атады, біреулер там бір Android бірдеңе саватады ғой. Сол сияқты құрметті көрермендер, мен бұл көлікті проект үшін алмасам да, енді бір өзім үшін, бір жан душам үшін біз енді автопроект саласында жүргеннен кейін көлікті қалай бар, солай айдай алмаймыз. Айтар, біз жерін өзгертпесек жүре алмайтын адамыз да, менше татабошы. Сол үшін достар, бұл көлікті енді сәл бір-екі жерін өзгертуге жатырмыз. Енді бір кішкене болса да вложение жасап, бір для себя өз бір комфорт жасағым келіп жатыр. Енді ол қалай жерлері не, соның барлығын сіздер бүгін видеодан көре аласыздар. Енді жалпы достар, мен бұл видеоға нақты бір ат қоя алмадым. Бұл көліктің осындай жерін өзгертеміз деп ат жазбадым. Десек те, енді бұл көлікке жалпы қанша ақша салдым, вложение кетті, соны видео тақырыбына жазып қойдым, бірақ оны мен видео соңында шыққаннан кейін есептеп көретін боламыз. Олай достар, видео түсінікті деген ойдамыз. Біз енді жалпы бұл менің жаңа Мерседес автокөлігіме вложение жасағалы жатырмыз. Яғни қазір менің жүрегіме, көңіліме жақпай тұрған мелочтарды жасағым келіп тұр. Ол жерде көп бізде зазорлары бар, кішкене ішінде музыкалары бар, анау бар, мынау бар, вообще майда-шүйде жұмыстары бар. Соның барлығын бүгін біз жасағалы жатырмыз. Олай достар, бүгін видео қызықты болады деген ойдамыз. Әсіресе Мерседес автосүйер қауым менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Құдай қаласа алдағы уақытта дәл осы Мерседес туралы қызықты видеолар шығып отыратын болады. Ендеше не тұрыс, бастамаймыз ба? Кеттік ал.
Алло достар, мінекей біз алғашқысын мерсімізді автозвукқа алып келдік, King Soundқа. Мына жақта жігіттер музыка қойып жатыр, қайнап жатыр. Мына жаққа өз келмегенде біраз болып қалған еді, мына жерде қарасаңыздар. Жарыстан кубок қалдырған жоқпыз дейді ғой, короче. Неме деген кубоктардан теріп жатыр, жинап жатыр. Негізі биыл менде сол Вестанды жақсылап жинап жарыстарға қатысам ба деген ой болып еді. Сәл кешігіп қалдық енді. Мен пока біздің Мерседестің темаларымен жүріп қалдық. Ақшаның бәрі Мерседеске кетіп қалды. Енді құдай қаласа келесі жылға сол жоспарды қолға алу керек. Вестаға музыка жинап жарыстарға қатысу керек болып тұр. Жалпы достар, мінекей мерсімізді алғашқысын қазір музыканы орнатуға алып келдік. Бұл жаққа достар қандай музыка қойып жатырмыз? Естеріңізде ме, мен стористе айтып кеттім ғой. Бірінші машина алған кезде Шымкенттен алдым ғой, енді сразу Абекеге барғанбыз, Абукарға. Сол кезде Абукар маған машинаң құтты болсын деп 4 есікке 4 колонканы сыйлық қалған болатын, көрімдікке деп. Сол кезде маған Pride берген. Pride Garmin 6.5S деген бар екен. 16-дық. Оның ішінде жаңағы усилительдер жүреді, ішінде печалкалар бір месте жүреді, короче, барлық бірге салдық. Дауыс нормально, бірақ бір но бар. Қараңыздар. Музыканы қосамыз. Дауыс шығарамыз. Дәл осылай, короче, зық деп шығып жатыр. Бұл дегеніміз, короче, автозвукқа келіп көрсетсем, бұл жерде жігіттер айтады. Сенде екі вариант бар. Ол біріншісі қайттан 4 есіңе өзінің сол Mercedes 21-дің заводской динамиктерін саласың дейді. Или болмаса усилительді ауыстырасың. Өйткені мына Pride'тың сапатерлеріне, кедергі күштеріне, усилительдің кедергі күштері рассчитан емес, сай емес. Сол себептен осындай музыканы қатты шығарып бере алмай жатыр. Енді соны музыканы нормально ойнау үшін өзіміздің DL Audio'дан 4.200 деген усилитель алдырған болатынмын. 4.200 деген бұл 4 канал 200 ваттық жетеді төртеуіне смело. Бізге енді андай естен толтырып жинап тастамасақ та сол 4 колонканы шыңғыртып качественно удармен ұрып беретін істеп алсақ, соның өзіне жетіп жатыр. Сол үшін осындай усилитель алдық. Қазір осы жерде автозвуктан кабельдердің барлығын алатын боламыз. Және де достар, алдағы уақытта қараңыздар, Мерседестің өзінің мына жерде буфері тұрады, заводской буфері. Ол буферде уже салам алейкум кеткен. Сол буферінде алдағы уақытта ауыстырамыз. Енді бүгін жалпы бастамасына енді мен Мерседестің дәл осы бірінші серия ретінде осындай мелочтарын істеп жатырмын. Бірінші музыкадан бастап жатырмын. Музыканы бастап алайық, музыканы істеп алайық. Музыкамен қалған нәрселерді под кайф жүріп істей береміз. Екінші, мына бампердің мына зазорын істетуіміз керек. Бұл жер достар алдында көрсетедім ғой, обзорда көргендер болса көрді, көрмегендер болса көрсете салайын, тағы да бір рет. Капотты ашамыз. И міне көрдіңіздер ма? Мына сәл сынғанда, қалғандар нормально міне, бәрі нормально. Мынау да сәл кетіне тұр, трещина беріп жатыр. Осы екеуін андай сеткамен қатырып істейді екен. Тартсам да үзілмейді ғой, соны істете толырып болып отыр. Одан кейін негізі ана капотты да жуғандарын барлығын көрсетем ба деп ойлағам. Оны уже видеоға түсірмей жуып салдым мен ше. Мына өзім қолмен мойкаға жуа салғаным ғой еще. Бұны тағы да негізі андай химчисткаға апарып бір капот жуатар болады, бумен әдемілеп дерске жуып беретіндер. Жалпы енді бұл Мерседесті проект үшін алмасам да, просто осыны істеп жатқан нәрселерімді әшейін хотя видеоға түсіріп ютубқа сіздерге контент ретінде сыйлап отырайын. Бірақ достар, сразу айтайын, бұл проект үшін алынған көлік емес, бұл проект емес. Бұл әшейін осыны арасында тұратын көлік. Арасында для себя істеп жатқан нәрселерімді хотя бы видеоға түсіріп сіздер үшін салып отырайын деп жатырмын да. Это алдағы уақытта көшеде көріп қалсаңыздар, болмаса дайректке, анда-мында комментарийға брат, Мерседес проект не болды деп сұрамай қойыңыздар, бұл проект емес. Әшейін мінуге, андай-мындайға еще спор үшін алған болатынбыз. А так бұлай жалпы машина өзім ұнап тұр. Айдаймыз, біраз көреміз енді, қанша уақыт жүретінімізді әлі белгісіз. Все, олай болса көп сөйлемейік, музыкаға кірсейік та, кеттік. Жалпы достар, музыкаға келетін болсақ, музыка бізде қалай болды нәтижесі қазір мен сіздерге қосып көрсетейін, тыңдап көріңіздер. Енді до кезін көрдіңіздер ғой, музыканың дауысын сәл қатты шығарсақ, цық еткізіп, короче, музыканың дауысы қатты шықпайды. Енді қараңыздар. Қалай әдемі болып тұр ма? Вот музыка, достар, музыка, акустика деген осындай болу керек. 4 колонка, 4 пишалка, полный 4 колонкада істеп тұр. Мына алдыда істеп тұр, пишалкасымен бірге. Мына жағыда істеп тұр. Арқасы колонканы достар, қолыңыз жай тақасаңыздар сезіледі өзі. Мына жағы сезіліп тұр. Мына жағы да естіп тұр. Оң жағы да, сол жағы да естіп тұр. Короче, болды, все төртеуде істеп тұр ғой достар, нормально. Жетеді.
музыка таза шығып тұр, анық, через усилитель, как положено, профессионально, профессионально. Бірақ бұл акустика, достар. Эстрадамен шатастырмаңыздар. Эстрада дегеніміз бұл біздің вестрадағы музыка, мысалы эстрада ол на колонкаларымыз, біздің қойған колонкаларымыз тек қана шыңғыру керек та, буфер удар ұру керек. Соны эстрада деп айтамыз. Ал мына жерде бұл колонкалар и ударын да ұрып жатыр, и шыңғырып та беріп жатыр да. Сол себептен 4 колонкамыз да сондай, и бұл акустика деп айтылады. Колонкалардың өзі специально осындай акустикаға арналған да, шеттерін жаңа резиналар кішкене үлкендеу болады, ортасында катушкалар да сәл биіктеу болады. Олар вот как раз ударға да, и шыңғырғанға да шыдап көтеріп бере алатын колонкалар сондай болады. Все, достар, музыкамыз примерно осындай. Енді бізде, достар, короче, зазор бар. Енді құдай қаласа ертең зазорға апарамыз. Көрсетеміз, зазорын істейміз. Әлі бізде лобовой бар, анау бар, мынау бар. В общем, достар, видеоны сондай тамашалаңыздар. Өте қызықты болады деген ойдамыз. Ал, кеттік. Ал, достар, музыкадан кейін сразу біз, короче, кузов істеуге келдік. Яғни кеше көрсеттім ғой, сыртында майда-өте жұмыстары бар, ана креплениесі бар. Соны қазір істеп, сосын жаңағыдай парктрониктардың точкаларын бояп. В общем, кузовтың жұмыстары ғой. Анда эстуға келдік. Капотты ашамыз. Достар, мына қараңыздаршы, мына кірдің бәрін қараңыздаршы. Негізде бұл машина для себя өзім жақсылап химчистка істеттім жүр. Зор, таза салонда, адам отырған кезде ұялмайтын ше. Так, мына жақта, достар, бізде. Так, мына қараңыздар. Мына крепление істеу керек. Мыналар нормально. Мынау да жайлап уже босатып отыр, жарылған мына жаққа қараңыздар. Мына жағына да жайлап зазор пайда болып отыр. Соның барлығын қазір шешіп істеу керек. Мыналарды бояу керек, черныйларды. Мына жағынан мына жері бар, мына қараңыздар. Краскасы түсіп қалған. Короче, осындай мелочтарын затампонить дей ма, не деп айтады өзі. Тампить тегіз білдетпей істеу керек қой. Арқасында, сондай арқасында мына бір жерлері, мына парктрониктарды аққа бояп тастау керек. Осындай майда жұмыстар бар. Сол үшін, достар, біз қазір кассаправқа келдік. Кузовный жұмыстарға. Мына жақта мінекей басқа да машиналар істеліп отыр екен. Қазір енді жақсылап шешеміз, аккуратно істейміз и соңғы нәтижесін көрсететін боламыз. Все, болса іске кірісейік енді. Так, ол достар, короче, мінекей біз покраскеден шықтық. Покраска болғанда жаңағы енді точка-мочкаларын бояттық, андай мындай жерлерін зазорларын бәрін істедік. Енді после зазордан кейін, достар, мен андай уплотнитель резина алдым. Бұл, короче, негізі басқа мерседестерде бола ма, болмай ма білмеймін. Нау зазорында енді жақсы әдемілеп істеді, зазорға енді тасақ кірмейді, базар жоқта, мына қараңыздар. Идеальный ровный істеген. Бірақ сонда да, достар, негізі мен алдым байқағам. Мерседес 222-де ма, или 223-ның оригиналында ма, короче, андай жеріне негізі резина тұру керек екен. Ол резина жаңағыдай капотқа қарай үлкен скорость болған кезде шаң-паң андай мындай өтпеу үшін осындай уплотнитель резина қойған дұрыс екен. Так, жігіттер, қараңыздар, бізде мына жерде екіге бөлінетін резина бар екен, мына қалыңы. Еще негізі бұған желательно негізі қара резина тұрады ғой заводта ше. Мен өзім ақ резина алдым. Мен кішкене сәл необычный болсын, машинаның цветі ақ қой деген сияқты ше. Мына ақты бүйтіп қоясын, капотты жабасын, сол кезде мына арасы қап-қара болып, шел болып көрінбейді да. Бұл бізде еще двухсторонный мынандай скотч болады өзінің. Алдымен қазір біз скотчты ашпастан бұрын размерін өлшеп алайық оны. Примерно мына фарның үстінен мына жерден бастасақ, бүйтіп жабыстырып шықсақ, размері қалай болады екен. Так, былай аламыз. Примерно былай жабысса, мына жерлері сонда бізде былайынан келген кезде мына жерге келеді екен размері. Размері, достар, бізде где-то 1 метрден асады екен. Сөйтеміз, достар, мынаның, короче, двухсторонный бетіндегі жазып тұрған қағазын аламыз. И жайлап қазір аккуратно жабыстырамыз. Негіз бұндай нәрсе детейлинг центрге барып істейді ғой. Біз просто асығыс қызда ше. Уақыт жоқ, бүгін істеп тастағым келіп тұр ғой. Короче, жаңа ғана покраскадан шықтық. Сразу бүгін істеп тастау керек болып отыр ғой. Так, қараңдар. Еще, достар, бұның как раз өзінің жабысатын орны бар. Мына қарасаңыздар, ішін көрсетер ғой. Как раз осындай жабысатын өзінің орны бар. Соған бүйтіп аккуратно отырғызып шығамыз. Короче, достар, мінекей полны жабыстырдық. Пока что астына ғана жабыстырып қойдық. Негізі осының өзімен қалай болады екен. Негізі пайда менің ойымда төбесіне жабыстырып алу ойда бар еді. Еба, нан қараш, нан қараш. Чотан ба.
Вот это зазор, да? Мына қарасай. Еба, еще аппақшы. Өліп кетті оны бе. Мош ба, мына қараңдаршы. Вроде төбесіне жапсырып керек емес сияқты, астың өзі былайық жетіп жатыр да. Вот енді капотқа шаң кіріп көр ғой. Надан кейін капотқа шаң кірсе білмеймін енді. Мына қарашы, өлді қарашы. Аққа ақ идеально кетті да. Қалай ойлайсың? Дерсің ма достар? Лайк па? Тема ұнап тұр маған өзіме. Так, олар достар, мінекей, черный жерлерін боядық, зазорын келтірдік, резинасын тақтық, сондай арқасында көрсетіп кетейін. Сондай арқасында мінекей точкаларын, партрониктер, қара партроник сап тастаған ғой, достар, соның барлығы мінекей аққа аккуратно боятып қойдық. Все четко істеп тұр, әдемі, сондай қара жерлерінде де кішкене краска қашқан жерлер бар еді. Бұлар тоже тамповать етіп берді, короче, точка краска тегізіп берді, білесіздер ма, әдемілеп білдіртпейші. Өзінің цветі аппақ, идеально. Алтак, ассалаумағалейкум достар, бүгін бізде жаңа күн, тағы да біз мінекей Бека бауырымызбен. Ассалаумағалейкум достар. Короче, Бека бауырымыз құдай қаласа жақында машина аламын деп жатыр. Соған машина алатын болсаң, жүр енді мен қасында біраз жүр. Машина алған қалай болады, машина владеть еткен қалай болады. Чо-пачо біл деп жатырмын да. В общем, достар, әңгіме одай емес. Короче, біз мынаңызда автостекло дейді, СМК. Білесіздер ма, білмейсіздер ма, СМК деген білмеймін, Шымкентте шұғылататқан фирма ғой, бұл бренд қой. Переден лобовойды ауыстыруға келдік. Бізден достар лобовойды көріп тұрсыздар ма, мына сызықты көріп тұрсыздар ма, мына сызық бар ма, мынандай трещиналар бар, мына трещина бар, анау трещина бар. В общем, мына жерлердің бәрі қарасаңыздар трещина кеткен. В общем, осындай майда-шүйде жұмыстар бар да. Әсіресе мына сызығы, мына бит кеткен сызығы, дворниктен қалған сызық жаман көрінеді. Оны мен паста алған кезде ойлағам, полировкамен кетіре саламын деп ойлағам, сөйтсем ол полировкамен кетпейтін жұмыс екен. Так, достар, короче, мынаңыздар. Мына лобовоймен кешеттім ғой, маған дейін ауысқан деп, мынаңыздар шетінде, короче, КМК класс деп тұр да. Ламинейт деп тұр. Еще Mercedes значок жоқ. Вот, мына заводской міне. Solar Green Mercedes значогымен міне. Now қалған бәрі Solar Green қараңыздар. Solar Green Mercedes, Solar Green Mercedes. Даже задний лобовойды қараңыздар. Solar Green Mercedes. Мына жақтарын көрсетейін. Міне. Solar Green Mercedes. Solar Green Mercedes. Короче, мынау да Solar Green Mercedes. В общем, короче, передний лобовой маған дейін ауысқан деген сол көрдіңіздер ма? Мынандай дешевый, оригинал емес, арзандық бірден кезін сала саған. И уақыт өте бермей тас-пас тие ма, шынап кете береді, өйстіп короче, түсіндіңіздер ма? Так, достар, короче, мен лобовой шешіп алдық. Лобовой шешіп болған кейін шетіндегі қалған резиналарын бәрін қырып, андай кірлерін бәрін тазалап, пылжоспен сорып алады екен. Өте жақсы. Ал мына жақта достар бізде жаңа лобовойымыз келіп тұр. Тура сол жаңа бізде есіктегі мынау бар емес па? Мына жер Solar Green деген. Дәл сол брендтің, дәл сол Mercedes значогымен сондай бір новый лобовой келді. Solar Green Mercedes значогымен. Вот сол кезде барлығы, короче, бір бренд болады да, түсіндіңіздер ма? Әйтпесе ана өзінің қазіргі тұрғаны маған деген хозяиндер арзандықтан тап тастаған. Достар, негізі мен лобовойға антиблик салғым келген, оказывается, антибликті алдынан заказ бересің дейді, оны күтесің дейді. Лучше ақыры біз лобовойды ауыстырып келгеннен кейін, оны күтпей-ақ, қасында осындай, короче, тонировка істейтін жігіттер бар екен, как раз осында келісіп, сразу лобовойды салмастан бұрын антибликті жабыстырып алып жатырмыз. Енді қатты көгерген керек емес, 75% нормальный деп ойлаймын. Сол себептен достар, лобовойды салмастан бұрын бірінші антибликті лобовойды жабыстырып аламыз и боковой екеуін кейін асықпай машинаны кіргізіп істейтін боламыз. Аллай болса, кеттік. Фиолетовый болып, дерзкий болып, тура сол өзінікі камераның орнымен мына жерде датчиктар жерде бар. Мына жақта подогревы бар. Полный орналастырып болдық, мінекей фиолетовый болып әдемі көрініп тұр ма? Енді уақытша 1-2 күн скотчпен жүре тұрамыз. Енді 1-2 күннен кейін тағы да кеп кетеміз, 1-2 күннен кейін өзін аттай аламын да. Жуып, тазалап, машинаны шығарып. Мына жағы антиблик болған екен, достар, мына жағынан антиблик жасасам ба деп жатырмын.
Қалай қарайсыздар, Бисмилля, ішінен қалай көрінеді екен. Жарықты қараңдаршы, тап-таза ғой, бір жық деген нәрсе жоқ қой. Ал достар, осындай керемет услуга көрсеткен, осындай керемет лавовой салып берген СМК-ның жігіттеріне көп алғысымызды білдіреміз. От души. Как раз осы өзім солар екендігін іздеп жүремін. Оригинал өзінің заводскін тауып берді. И жаңа көрдіңіздер, жұмыс барысында қалай тазалап, мелі шаң-паң, плюс-өспен бәрін суырып, әдемі қызметін көрсетті. Я сіздерге де кеңес беремін, достар, Астана қаласында, мынау бізде Қарағандийский трассаның бойындағы автомат бар ғой, өзіміздің білесіздер, автоматтағы осылай СМК автостеклоға келсеңіздер, осы жігіт күтіп алады. И сіздерге де осылай стекло. Бүкіл машина бар шығар, одно, иә? Все, смело келесіздер, Мадерден келіп дейтін болсаңыздар, от души істеп береді, достар. Скидкасы бар шығар, одно, иә? Все. Құрметті көрермендер, смело келіңіздер, лавойларыңызды ауыстырыңыздар, и мен сияқты рахаттанып, көздеріңіз ашылып жүрсін деп қояды. Все, равно тема. От души, рахмет. Сондай-ақ достар, енді стеклосын салатын салдық қой, әдемі ғой, четко тап-таза да, бірақ мына антиблик пленкасын жабыстырып берген үшін әрине қасындағы жігіттер бар, тоже ол Б1 болса, тонировка Б2-дағы жігіттерге де алғысымызды білдіреміз. От души. Әйтеуір бізді танып, бауырым келсе жабыстырып беремін от душинан дегеннен кейін бізде бір от души жарнама болсын деп отыр, құрметті көрермендер, сіздер андай реклама андай-мындай емес, просто от всей души ғой. Кімге осындай Астана қаласының тонировка, осындай антиблик болмаса боковой жаңа отремальный пленка деген бар, қазір енді хит болып отыр. Жаңа күн қолын күйдірмейтін, бірақ прозрачный болып тұрады, тонировка сияқты емес. Сонда жабыстыратын дейтін сонда ондай да бар екен, достар. Мына жерде автостекло деп тұрады, тонировка деп тұрады, Б2 деген бутикқа келсеңіздер, иә, бека күтіп алады өзі. Все. Жігіттер, смело келе берсеңіздер болады. Барша сәттілік, ал біз кеттік. Ал мынамен қалай болады екен қалада. Ашалет, Ал достар, бүгін бізде 4-ші күн. Енді соңғы қазір істететін нәрсеміз бұл әрине достар бізде шина. Яғни қандай, короче, 3 шинасы нормально. Единственное, достар, бізде алды оң жақ шинасы, короче, жіберіп қоя береді. Білмеймін неге жіберіп қоя беретінін. Бірақ достар, алдында бір-екі шиномонтажға апарғанда айтады, мына уже типа шеттерінде бір-екі 3 шинасы бар. Сол 3 шинадан бұл давление ұстай алмайды дейді. Короче, андайда жел жіберіп қойғанда қалай? Жел шығып кетпейді былай нөлге ше. Давлениені екінде ұстай алмайды ғой. Енді мынау низкопрофильный болған достар, бұны 2/5 давлениемен ұстауымыз керек қой. Бұл, короче, 1,5-ға құлап кете береді. Сонымен, короче, жұмсақ жүреді, сәл ямыстасаң дискіге ұрады, короче, түсініңіздер ма? Сол себептен достар, бұл желі шығып кетпейді, давлениені тырысып тұрмайды. Ортадағы, короче, сол негізі дұрыс емес. Сондықтан да осы резинасын ауыстырғалы жатырмын. Мен скоро машинадан келіп отырмын, өзім қадағалап отырмын. Может, тап қалам нормально істесеңіз. Наны ма? Мен сатпаймын, сатпасам ше алсаға. Мен сатпасаң сатпайсыз ғой, просто қазір қадағалап отырмын да. Может, случайно бір не болып қалса, өзім ауыламын да. Лобовойын қарашы. Фиолет болып тұрған көрдің ба? Көріп тұр ғой. Сос болып тұр, ә? Ішіне келіп қойшы ақ. Қалай ойлайсың, может, заказға шығып кетемін тойларға. Че там? Болады ғой. Енді өзің шыққан ұят болады ғой. Жоқ ғой, өзім шыға берем. Сторисқа билет етіп көрейін. Әдемі болған да. Шиналар міне. Ассалаумалейкум. Кеше заказ беріп кеткен едім, брат. Осы ма? Дәл өзі ғой. Низко профиль. Все, жақсы, рахмет онда, брат. Кеттік ал. Шашликтің иісі келіп байқап жатсың ба? Салдың. Ал енді осыны сап алайық, сонымен құдай қаласа. Бұл видеомызда өз мәресіне келіп қалды, достар. Енді алғашқы видеоның өзінде де зор болып отыр, нәтижелер маңына отыр. Сразу орын четко қылып істеп алдық, лобовойын четко қылып ауыстырып, антиблик салып алдық. В общем, машинаның жағдайы ля-ля. Құдай қаласа, достар, келесі бөлімде может химчистка істетсем ба деп жатырмын салонға ше. Енді кімдегі мен инстаграмға жазылған болса біледі, мен химчистка істетіп беретін бір жақсы сенімді, бір таныстың сондай детейлинг центрлерін іздестіріп жатқан жайымыз бар. Көреміз, алдағы уақытта болып жатса, видеосын сіздерге түсіріп шығарамын. Егер де болмай жатса, видео шықпай жатса, значит химчистка істелмеді деген сөз ғой. Тағы несін істейсің бұны айтшы? Может, рулін ауыстырамыз 223-ке, а? Енді салон негізі айтпақшы, салон достар көп айтады, ауыстырып аш деп ше. Қытайдан бір карго таптым. Полностью салонды Астанаға әкеліп беруі материалға 3,5 миллион теңге екен, ойлаңыздаршы. И жұмысына кетеді бір 1,5 миллион теңге кетеді. 5 миллион теңге құйсаң, сыртыда ішінде 223 мың деп тұр ғой примерно. Так, достар, қайтадан, короче, автомартқа келдік. Негізі, бұл жақта екен, мен екінші болып кеткен ғой. Машина істеу керек па? Автомарт. Май ауыстыру керек па? Автомарт. Лобовой керек па? Автомарт. Шиномонтажка керек па? Автомарт. Тағы не керек өзі? Сапча салу керек па? Автомарт, короче. Скачков десе жеу керек па? Автомарт. Тамақ жегің келіп тұр ма? Автомарт. Бақ біз кезіндеошақта бутигім бар кезде бұнша қатты қайнамайды же, қазір қайнап кетіп та. Біз кеткеннен кейін ба? Так, шиномонтаж дейді. Кафе пусып тұрады ғой. Барып тамақ ішуге барамыз ғой. И тұрғаннан кейін адам көбейіп кетеді ғой. Сондай бір қасиетіміз бар еді. Алдында айтып өтіп қойармыз. Блогерсің ба сен?
ау білмеймін адамдар солай айтады ғой тұр Блогер деп отыр ғой сен. ассалаумағалейкум Кішігірім блогер. қайсың Марат жағдай жақсы ма аман есен шаршамайсың ба Агаташ 15 алып жүрдім ақ. шин ауыстыру керек еді Төртеуім ба? жоқ біреу ғой Артқа берсең. артқа назад па шинаны шығарамыз оппа әке тастаймыз Негізі домкрат болса өзіміз-ақ ауыстыра береміз уже. қаяқтан мынаны ма Қиын ба бұл? сен резинаны шығарып көрші баяғыда велосипедтен камерадан ауыстырғансың ба ол велосипедке сәл қиналып қалған тек білесің ба мынаны қолмен ауыстыра алмайсың Сол домкрат болса. енді кешегі майға әлі кетпеген ба не Кетпеген ғой сол жұмыс. кеше лавой ауыстыратын кезде сәл май тиіп қалған ғой мынаны ауыстыру керек арной короче мінекей новый резинасын салып алдық енді мына жақта ескісі тұр жаңа мездрек айтқан трещина бар ғой іш жағынан да мына қараңыздар міне мына трещинадан жайлап ауа өткізеді екен да көріп тұрсыңыздар ма мына қараңыздар мындай трещина кеткен ғой былайынан ше соның кесірінен бұл короче 2,5 давление ұстай алмайды қанша қойдың давленияны сен низкая проблема болған кейін үлкен давление қоймасаң айтпайсың бір яма ұстаған кезде пағада қалады титанға ше мынау қала берсін керек емес біреу-біреуге жарап қалар а сөйтіңдер сатасыңдар маған бір зарахмет чай қойып берсіңдер ал так достар мінекей видеода өз мәресіне жетті енді көріп тұрсыздар видео түсіруде оңайға соққан жоқ осындай жұмыстың барын жасауына бізге 4 күндей уақыт кетті ол 4 күнде қойып жарайды қанша ақша кетті оқырмандарға сол қызық отыр екен ал мен мына жаққа күндегісін күнде жазып отырдым достар қараңыздар жалпы музыка қондыру үшін достар бізге кабелің бар усилителің бар енді колонкалар бізге подаркаға берілді жарайды сонда да кабель мен усилительдің бағасы ететін болса достар бізде 100 000 теңгедей шығып отыр 70 000-ға примерно усилитель а жаңа 30 000-ға кабель кетті еще жұмысы бар ғой оның тағы да 20 000 теңге примерно 120 000 теңге музыкаға одан кейін достар кеше мінекей шинаны біз бүгін 36 000 теңгеге алдық 150 000 теңге болды ма одан кейін лобовой достар бізде 70 000 теңге и антиблигин 30 000 теңге тағы плюс 100 000 теңге есептейсіздер сонда достар бізде короче 250 000 теңге болды и және де ең басты достар ол әрине бізде зазорлар мен жаңағы партрониктағы краскілер яғни тамповать етіп берді ғой андай краски қап-қара жерлердің барлығын жалпы бұған жұмысына где-то бір 30-35 000 теңгедей кетті кругом вертом достар бұл видео түсіру үшін 4 күндік еңбек және де 300 000-ға жуық ақша кетіпті бірақ достар антибликті 30 000 теңге деп жатырмыз ғой ол 30 000 теңгемен ақшам кеткен жоқ жарайды сонда да 250 000 есептей беріңіздерші сол жерде енді жігіттер көрдіңіздер ғой өз таныққа брат кесе менен саған подарка болсын жаңа лобовойға дискім антиблик ұрып беремін дегеннен кейін тегінге кеткен болатын бірақ негізі менің ойымда по идее мыслимде тұрған по-любому антиблик ұрғызып алам, жабыстырып алам деп 30 000 теңге примерно дайындап отқан ақшам болған. Енді жігіттер ақша ала алмаймыз, лучше от души болсын дегеннен кейін мен де оларға от души жарнамасын жасап беріп кеткен болатынмын. Сонда есептейтін болсақ достар, онда вообще бізде антибликті санамайтын болсақ, онда где-то бізде 250 000 теңге деп есептей берейік. 250 000 теңгенің өзі де кішкентай ақша емес, бұл біреудің айлығы. Бұндай еңбек үшін лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Құдай қаласа достар, осы Mercedes сүйер қауым алдағы уақытта тағы да осы Mercedes-пен тағы да қызықты тюнинг контент бөлімдер шығып отыратын болады. Сол себептен арнадан алыстамай тіркеліп колокольчикті басып қойыңыздар. Сол кезде жаңадан видео шыққан кезде бірінші болып сізге SMS хат келетін болады. Ал достар, осымен бүгінгі видеомыз тәмам. Егер де сіздерге ұнаған болса, лүпілді аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал осы біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.